Сәлем достар, біз бүгін осындай сочный, мощный, өте дәмдәрі жұмсақ пицца дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай ыстық су керек. Соған дрожжыны саламыз, араластырамыз. Дрожжымызды ерігенше араластырамыз. Содан соң қантымызды саламыз, тұзымызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Қантымыз ергенше. Енді осы дайын болған сұйық массамызды ұнымызға құямыз. Артынан сұйық майымызды құямыз и араластырамыз. Егер бұндай планетарный миксерлеріңіз болмаса, қолмен елей берсеңіздер болады. Шамамен 7-8 минут кетеді. Осылай жақсылап араластырамыз. Немесе елейміз. Егер осылай планетарный миксер болып шетінде осылай қамырғаныз қалып қойса, қолыңызбен алып, ана иленіп жатқан қамырға жабыстырсаңыздар қосылып кетеді. Осылай біткен соң қолмен жинап, осындай терең мискаға саламыз. И бетін жауып шамамен жарты сағат немесе 45 минутқа қоямыз. Көтерілген күтеміз. Вот менде уже көтерілді. Осы көтерілген қамырымызды 3-ке бөлеміз и жаямыз. Басында осылай қолмен үлкейтіп аламыз. Ары қарай оқтаумен жая бересіздер. Арасында осылай қолмен созып тартып созып алсаңыздар да болады үлкейтіп. Немесе полный оқтаумен жайсаңыздар да болады. И осы қамырымызды противенімізге қойып қоямыз. Осылай пергаментті бумага төсесеңіздер жақсы болады. Оған дейін біз помидорымызды кесіп дайындай береміз. Помидор, колбаса, не қосқыңыз келеді, соның бәрін дайындай бересіздер. Өзіңіз білесіз қалай кессеңіз де. Осылай майонез бен кетчупты алдым мен, осылай араластырамыз. Біз осы керек заттарды дайындап болғанша қамырымыз көтеріліп үлгереді. Ары қарай осылай майонезімізді жағып шығамыз. Үстіне керек заттарымызды қоямыз, помидор, жаңағы колбаса деген сияқты. И бетіне теркадан өткізілген сырымызды сеуіп шығамыз ары қарай. Бұл дайын болған пиццамыз шамамен 15 минутта 180 градуста қызып тұрған пеште пісіп шығады. Пештеріңізге қарап тұрыңыздар, одан ұзақ болуы мүмкін, әркімнің пеші әртүрлі. Ал енді мощный пиццамыз дайын болды, жасап көріңіздер. Ас болсын.